Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге борщтың рецептімен бөліскім келеді. Ғаламторда бұл сорпаның сан түрлі жаңағы рецептілері бар, бірақ менің рецептім өте дәмді болып шығатынына сіздерге кепілдік бере аламын. Өте сүйіп, отбасым жақсы көріп ішеді. Сіздерге де осы рецепті ұсынамын. Ең алдымен қазанға салқын су құямыз, етті салып, орташа отта жаңа қайнағанын күтеміз. Қайнай бастаған кезде бетіндегі көбігін алып, дәміне қарай тұз бен бұрыш саламыз, қақпағын жауып, жай отта шамамен 2 сағаттай қайнатамыз. Етіміз піскен соң борщтың салмасын, яғни зажаркасын дайындаймыз. Ол үшін қыздырылған табаға сұйық май құйып, сақтап тұралған пиязды қуырып аламыз. Қызарғанша жақсылап қуырамыз. Одан соң үкіштен өткізілген сәбізді саламыз, тағы да жақсылап қуырамыз. Шамамен 3 минуттай қуырған соң үкіштен өткізілген шикі қызылшамызды да салып, тағы да жақсылап 10 минуттай қуыруымыз қажет. Енді борщтың түсі қызыл болып тұру үшін, осы қызылшаның түсі кетіп қалмасы үшін лимон шырынын саламыз. Кішкене ғана сығып салып, жақсылап араластырамыз. Енді томат пастасын салып, шамамен 1-2 минуттай қуырып аламыз да. Қазір біз осының үстіне кішкене ғана жаңағы еттің сорпасынан құйып бұқтыратын боламыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Шамамен 15-20 минуттай бұқтырып тұру керек. Қақпағын жауып, жай отта бұқтырамыз. Енді сорпаға салатын заттарымызды дайындаймыз. 40 қабатты осылай видеода көрсетілгендей ұсақ қылып турап шығамыз. Одан соң картопты кубиктап турап қоямыз. Біздің 40 қабатымыз дайын. Енді жаңағы біздің піскен етімізді алып, сол сорпаға жаңағы туралған картоппен 40 қабатты саламыз. Содан соң біздің піскен зажарканы салып, барлығын шамамен 20 минуттай қайнатамыз. Ең бастысы біздің картопымыз жұмсаруы керек. Біздің картоппен 40 қабатты бірге салғандығымыз себебі 40 қабат қатты езіліп кетуі мүмкін, егер кеш салса. Сол себептен де ол картоппен бірге салынғаны дұрыс. Картоп піскенше 40 қабатта жаңағы пісіп өзінің осы сорпасында жұмсарып үлгереді. Біздің сорпамыз 20 минуттай қайнады. Енді ұсақтап туралған етімізді саламыз. Қатты ұсақтамаңыздар, осылай кубик қылып турасаңыздар жеткілікті. Тағы да шамамен 5 минуттай қайнатуымыз қажет. Бірақ ең алдымен оның дәмін қарап алыңыздар. Тұзы жеткілікті ме, бұрышы жеткілікті ме? Ол үшін осылай қасықпен осының сорпасының дәмін көріп, тұз бен бұрыш саласыздар. Сонымен қатар шым-шым қант салсаңыздар, өте керемет дәм береді. Қант бұл жаңағы салынған томаттың қышқылын алу үшін. Лавр жапырағын салып, шамамен 10 минуттай қайнатамыз. Біздің сорпамыз дайын. Мен үстіне ас көк салдым. Иісі де, дәмі де өте керемет болып шығатынына кепілдік берем. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Сондай-ақ әрдайым менің рецепттерімді көріп отыру үшін колокольчикті басып қойыңыздар. Каналға тіркеліп қойыңыздар. Сонымен қатар Instagram парақшамда да осы видеоның жоғарысына жазып қоямын. Тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлжанат. Менің видеомды соңына дейін қараған болсаңыздар лайк қойып, комментарий жазып қойыңыздар. Сіздерге көп-көп рахмет.